Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және тез дайындалатын салат түрін дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 сәбіз керек. Сәбізімізді арнайы осындай құралмен турап аламыз. Содан соң тұзымызды салып, қолымызбен мұқият араластырамыз. Бір-бірінен ажыратамыз. Барлығын араластырып болған соң, үш чесногымызды қосамыз. Теркадан өткізіп, тағы да салатымызды араластырамыз. Дәмін қарап отырып салсаңыз болады, көп салсаңыз ащы болып кетеді. Сол себепті дәмін қарап салыңыз. Содан соң 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Салатымыздың суы шыққаннан соң бөлек ыдысқа аударып аламыз. Содан соң 3 немесе 2 қиярымызды осылай соломка етіп турап саламыз. Тағы да мұқият араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін жуамызды осылай тоже соломка етіп турап, жұқалау етіп қызып тұрған отта майыңызды құйып, майыңызды молырақ құйсаңыз болады. Жуамыз әбден қызарғанша қызартып алып, салатымызға қосамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жуаны молырақ салсаңыз да болады. Осылайша бәрін біркелкі етіп араластырамыз. Осылайша біздің дәмді салатымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Рахмет.